Оның өзінің жеке пікірі жоқ. Үнемі қағазға қарап оқиды бәрін. Өйткені қазақша білмейді ол кісі. Қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтамайды. Қазақтың әдет ғұрып салт дәстүрін мүлдем бейхабар. Білмейді. Дипломат дейді. Ел басқару үшін дипломат болу міндетті емес. Ай, көкема 3-ақ сыныпты бітірген еді Сталин. Хрущев 4-ақ класс оққан. Хрущев. Ел биледі. Мінез керек. Ел билеу үшін өткен ғасырдағы айтқан Алаштың арысы Әлихан Бөкейхан айтып еді. Ел басқарусын білім емес, мінез керек дейді. Тоқаевта мінез жоқ. Деп отыр. Мінез керек көкеме, десе мә деп. Бәріне жауап беру керек, тізгін деп. Біресе Ресейдің алдына басын ет, біресе Қытайға басын ет, біресе ақш-қа, Европаға жас Назарбаевтың салып кеткен жолы сол. Көп векторлы саясат дейді. Әркімнің алдына барып тізерлейіп отыра береді. Ұстанымы жоқ, мінез жоқ, десе мә дейтін кешегі өткен бабалардың мінезі жоқ. Кешегі өткен бабалар атысса да алысса да өзімен теңмен алысқан. Жарлы Жақыбайға жетім жесірге тізе батырмаған. Біздің қазақ қанжарға емес қамшыға жүгінген халықпыз. Көкем-ау, ертең елімізден, жерімізден, тілімізден айырылатын жағдайға келдік. Біздің елімізге келіп, бір орыс Қазфосфорда қазақи бараны депті. Ол не масқара, өзімізде иесіз елдің ит осырақ дейді. Біз иесіз қалдық, жайбарақат. Ешкімге ештеңе айта алмаймыз. Барлығын шетелге сатып жіберген. Қазмұнайгаздың да толып жатқан ірі компаниялардың бәрінің егесі шетелдіктер. Сонда болашақ ұрпаққа не қалдырамыз? Біздің аманат етіп, ұлан ғайыр жерімізден не қалды қазаққа? Болашақ ұрпаққа не айтамыз? Мен түсінбей далмын. Мінез жоқ, мінезің десе өтіп кәдім өкірегі қайсы арылатындай кешегі қазақтың мұңын мұңдап жоғын жоқтайтын жігіттер керек билікке. Мынау не? Өңкей шалшауқан. Бүкіл салада шалшауқан үріп шіріген жүйе. Қатты айтты демеңіздер, енді өкпелесеңіздер, өкпен қақайырсын, маған бәрібір. Енді осылай айтпасақ, сазақ түсінбейді екен. Жаным-ау, күнім-ау деп 30 жылдан бері айтып ке жатырмыз. Тыңдамайды, тыңдайтын құлақ жоқ. Бәрі жүзге жүруға бөлініп алған. Бар бір қыруар қаржыны егеленіп алған. Мына 91 жылдан бері айтып ақыр түсті. Парламент депутаты болған кешегі 2019-ға дейін Назарбаевпен қабаттасып келді. Нартай Сабильянов депутат болды өмір бақи. Айтысты басқаратын Жүрсін Ерманнан басқа адам жоқ секілді, сол ғана басқаратын секілді. Әкесіне қалған нәрсе емес қой. Жастарға беру, тізгінді ұзату, актер деп анау қай жиынға болсан Асаналы Әшімовті сүйреп апара береді. Қай жиынға барсаң сол Нұрғали Нүсіпжановты апарады 85-ке сақырлатып. Болды ғой, олардың заманы өтті ғой, көкем-ау. Болды ғой, болар болып, асарын асады, жасарын жасады. Жастарға тізгін берсеңдерші, не деген ұятсыздар бұлар? Көкем-ау, істейтін, сонда біз қашан жұмыс істейміз? Отыра береміз ба, аналарға бетіне қарап? Біз жастар қашан, біз олардан үлгі сыйлаймыз олардың жасын. Жасы асарын асады, жасарын жасады. Бірақ көкем-ау, біздің де уақыт келді ғой, көкем. Уақытты бәрінен, уақыттан озған билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ деп кешегі ақын жырлағандай. Уақыт өтіп жатыр, біздің де уақыт. Ертең күндердің бір күнде біз де шал болып қаламыз. Сосын біздердің артымыздан өсіп келе жатқан жігіттер айтады, көке, орны босат дейді. Қашан кетеді бұлар? Отыра бере ма мынау? Қалай ел боламыз, көкем-ау? Көрші тұрып, көршісіне ала көз қаратып, осыншама жақсылықтардан кейін кеше мобилизация деп сол Ресейден қашып келген орыстарды құшақ жая қарсы алып, пәтеріне кіргізіп, үй жайымен қамтамасыз етіп, тамағын беріп тегін сөйтіп қарсы алып еді орыстарды. Өйткені құлдық сана, орыстан өлердей қорқады. Сосын осы кездерде кешегі Ауғанстандағы қазақтар шырпыр болып, олардың Қазақстанның кез келген бұрышына көшеміз деп жанайқайын естімей жатқан жоқ. Біздің билік естіп отыр. Бірақ естімеген дейді, тәнде қарап отыр. Кешегі Түркменстаннан келген 800 қазаққа азаматтық бермей, визаң дұрыс емес, анауың мынау деп сылтаурлатып, елімізге келген өз қандастарымызды көкірегіне итеріп, екі көкпесін алып ұшып келген Түркменстандағы
бауырларымызға кеудесінен қайтарып отыр. Оны да істеп отқан біздің билік. Өйткені барлығы орыс қыл, орыстың өлерде қорқатын, сол орыс болмаса бірдеңе шешілмейтіндей тәрізді. Барлығы қазіргі таңда қазақтың рухы тапталған, өлі омыртқасы опырып, қазіргі таңда билікке ештеңе қарсы айта алмайтын қазақтар арамызда өріп жүр. Сонда қарап отырып, таң тамаша боласың, амал жоқ. Енді Тоқаев 7 жылға сайланып, көзінде кеше қуаныш емес, көзінде үрей тұрғанын байқадық. Өйткені ол өз еркімен президент болып отырған жоғы бесенеден белгілі көріп отырмыз барлығын. Сонда қарап отырып, жаңағы қазақ халқының мінезі осыншалықты өзгеріп кеткен. Қазіргі таңда жүзге, руға, жерге бөліне береді. Есіл-дерті бірінші бейтаныс қазақпен танысып қалсаң, қай жерденсің? Ол жердің қай жері пәлен түген дейді. Бәріміз бір қазақпыз. Біздерден қанша есе төмен мына еврей халқы, бәріміз бір еврей халқымыз дейді. Сөйтіп Израиль ел болып отыр. 9 миллион еврей бәріміз бір атаның баласымыз деп отыр. Міне, ел болатын тірлік осылай болады. А біздер жүзге, руға бөлініп кеткенбіз. Одан тыс қазіргі таңда Назарбаев салып кеткен сара жолы барлық мемлекеттік жүйеде жасы 60-тан асқан, 70-тен асқандар отыр. Сыртқы істерде, ішкі істерде, бүкіл министерствоның барлығында шал-шауқан кемпір-шалдар отыр. Жоғарғы оқу орындарында да, ұлттық қауіпсіздік қызметі, ішкі істер, сыртқы істер министрлігінде, сот, прокуратура барлығында шал-шауқандар, кемпір-шалдар. Мына орта буын біз секілді 30 бен 40-тың арасындағы жігіттерге орын босатпайды. Не қызмет босатпайды, не микрофон бермейді, не лауазым бермейді, не мансап бермейді. Бұнда қалай ел боламыз, көкем-ау? Баяғы Бұхар баба айтып еді Абылай ханға: "Ей, Абылай, өзің абайла, тыңшы бар дет маңайда, естіп қойса оңайма, жыртығыңды әрдайым әке шешең жамайма, жасың 60-тан асқанда жастарға орын бер, жарайма" дегені далада қалды сөз. Ешкім тыңдамайды. 60-тан асса да, 70-тен асса да, бізді жастарды бір той-томалақ, өлім жетім астарды жүргізіп жүрген адам ретінде айтайын, микрофонды бермейді ағаларымыз. Не қызмет бермейді, не мансап бермейді, не аттың үстіне отырып алған, үзеңгіден ұрып түсірмейсің ғой енді. Бұнда қалай ел боламыз? Бүкіл төрткүл дүние қарасаңыз, Украинаның өзі Владимир Зеленский менің құрдасым. Осыдан 3 жыл бұрын президент болып таққа отырды. 45, 3 жылды алып тастасаң 41 жасында. Сол 40-тан асқан жігіттерді неге тағайындамайсыздар? Шал-шауқан 70-ке келген Тоқаевты сайлап.